Ошон бабалар билим парыз да. Курандагы билесиздер 114 сүренин эң алгачкы аяты сол билим жайында түшкөн го. Böyle namaz oku, ораза ұста деген аяттар түскен жоқ алғашында. Кез келген құлшылықтың мән мағынасын башқан кезде тұздығы, ол білім екен. Білімнің арқасында біз жаңағыдай ағайын туыспен байланысуды түсінеді екенбіз. Білімнің арқасында отбасының хаққысын біледі екенсің. Білімнің арқасында әкені сыйлауды білесің сен. Білімнің арқасында құлшылықтың мән мағынасын түсінесің. Не үшін істеп жатқанында. Білім алмастан бірден анаған кірген кезде адам сыртқы бейнетіне мән бере берсе, адам одан зерігеді. Не үшін істеп жатқанын білмейді ғой. Еліктемен бір-біріне давай, ой, міне сүннат, брат, ахи деп кете берді. Ақыр соңында жалықты олар. Мен сондай жігіттерді көрдім уақытысында. Сақал кеткенше басым кетеді деген жігіттерді көрдім уақытысында. Кейін бірнеше жылдан кейін сол жігітті көрдім мен. Тап-таза ғой мынаның бәрі. Қырып тастаған да. Ей, сақал қайда? Басың аман ғой. Сен айтқаның ғой.